домбыраны қоя беру керек. Түгел сөйлеу керек мына жағы домбыраның. Енді ана пианоны өзі домбырашының өзі жасағанда, онда да әлі келмей қалатын жағдай болады, о да домбыраға байланысты. Сол мезгілдерде педальды қолтығыңызды қысып жібересіз. Бірақ оны ешкім білмейді, тыңдаушылар. Не болып жатқан. Сосын енді кейбір күйлерде кейін ана тағы бір күй тартармыз. Домбыраның дауысын, домбырашыға керекті дауысты алу үшін домбыраны былай да пайдаланып отыру керек, білдірмей қала. Көріп отырсыз ба? Осындай көп деген нәрселер бар, осының бәрін қолдану керек домбырашы. Мен енді мына қазір қарап отырыңыз, мен тоқтатпай-ақ Кереғұлын тартып қарайын. Сонда барлық жаңағы менің айтқанымды қадағалап отырсаңыз түсініп отырасыз. Сосын. Керек дауыста мінекей домбыраны еңкейту. Енді бұның бәрін қалайда осылай тарту деген міндет емес сіздерге. Мен енді жаңа құпияны айт дегесін, сізге жауап беретін де айту. Домбыраның бәрін бұлай ұстап, Ғабдиев қисық үйретіп кетті жүрмін бе сен? Ол да мүмкін. Постановка деген болады. Бірінші саған жібердім, екінші саған. Содан кейінгі мынау. Осындай жерлерді, осындай қараған дұрыс болады. Қанайынан байжыман тартшы. Алады да темпіні қуады. Ал менің тартатыным осы орташа темпі. Білмеймін, естілгенде әлі солай естіле ме? Олар жылдамдап жүреді кейде. Енді сол не болғанда да запистен болар. Сіздер асықпаңыздар. Мысалы, байжыманы тартқанда, тіпті оның қиыншылығы жоқ өзі, қарапайым. Темпі. Бірақ естілгенде сіздерге ол тез естіледі. Қан тартып қараңыз енді. Міне, оң қол нетесіз бірден. Дегенде, ол да қатты соғасыздар. Білдірмейге, байжыман бастағанда ол үшін оң қолды домбыраның ыңғайына қарай. Кәрі, сабаламаңыз бірден.
Сосын енді әрине жаңағыдай жерде есіп алыңыз. Mesela tütüyeler var orada. Gördünüz mü? Onun bərliğin ayağına aydı ki, tartыңız қазір. Қайдан басынан бастап. Қайтадан енді додан түсіңіз жаңа қайтадан. Міне осы жерде кідірмеңіз. Сол темпіде прям восходящий звучание керек. Бірден бірге көтеріп. Крещендо. Сосын. Дальше. Осы жерде. Бұны Қабиғожин Уақап деген ағамыз алып келген ертеде. Енді Төремұрат тартыңыз. Мінекей, Төремұратта Дина шешеміз Құрманғазының көріп отырып, шәкірті болып, өз құлағымен тыңдап, үйреніп Алматы қалып келген ғой. Ал сол ана Динаның пластинкасында, мысалы, міне былай тартылған. Динаның варианты. Міне ол бірнеше күйде вариант болады. Мен дұрыс емес деп атқаным жоқ. Ертең ағайларыңыз өкпелеп жүрмесін, апайларыңыз біреу. Солай тарта беріңіз. Мен тек көрсетіп берейін. Асықпайды. Әуел былай соғып алады. Пластинкасында. Ол кісінің қолы салмақты болды. Оң қолы мықты болды. Дина шешеміздің. Болашақ домбырашыларға, жастарға көп рахметімді айтамын. Мынау күйді сыйлағандарыңыз. Мен ойлап едім, көбі гитара арқалап кетті ғой. Мен гитара жаман деп отырғам жоқ енді. Қазіргі жастардың бет алысы ғой. Ал мына қазақтың ұлт аспабына, оның ішінде домбырасына деген көңілі өте жақсы екен. Биік. Мына айгүлдерден кейін үзіліп қалып масқара қылып жүрмейме дегендей. Көктемнің гүліндей өсіп бәтір екен домбырашылар, жас домбырашы. Мен осыған қуанам.